Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ақша жинаудың 7 тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ақша жинаудың бірінші тәсілі, қай жерде ақша туралы әңгіме қозғалса да, сіз ақшаны жамандамаңыз. Ақшам жоқ, ақша жетпейді деп ешқашан айтпаңыз. Олай десеңіз, сізден ақша қашады. Керісінше, мені ақша жақсы көреді. Күннен күнге менің қаражатым көбейіп, табысым артып келеді деген сөздерді жиі айтыңыз. Олай деуге қорықпаңыз. Екінші тәсілі ақша жинаңыз. Тек ақшаны тойға, жақсылыққа, оқуға, жаңа дүние сатып алуға, саяхатқа шығуға, жақсы демалуға жинайтын болыңыз. Ақшаны қара күнге деп жинамаңыз. Үшінші тәсілі, ақшаны адал жолмен қалай тапсаңыз, оған да солай адал болыңыз. Ұлық пайғамбарымыздың хадистерінде айтылғандай, біреуге артық ақша бермеуді, біреуден артық ақша алмауды қадағалаңыз. Ақша жинаудың төртінші тәсілі, ешқашан тың ойлардан, жаңа қадамдардан, жаңалықтардан, жақсы істерден бас тартпаңыз. Олар сізді жаңа табыстарға жетелейді. Бесінші тәсілі, ақша үлкен қуат көзі болғандықтан, әрі ұқыптылықты жақсы көретіндіктен, ең бірінші жақсы әмиян таңдап алыңыз. Сосын оған әр тиынды дұрыстап тұрып салыңыз. Әмияныңыздың сыртын сипап, оған жылы сөздер айтыңыз. Ақшаның еркелеткенді жақсы көретінін естен шығармаңыз. Әмиянның түсі қызыл, көк немесе қара болуы керек. Алтыншы тәсілі, маңдайға біткен дәулет үшін өтем төлеу жақсы. Байлықты сақтап қалу үшін қайырымдылық шараларына мол шығын шығарып, жаманшылықтың алдын алады. Мешіт, медресе, аурухананы өз қаржысымен салдырып, халыққа сый тарту бұрыннан жалғасып келе жатқан сауапты іс. Тек оны атын шығару үшін жасамау қажет. Жетінші тәсілі, ақша өзіңді жақсы көруі үшін алдымен сіз ақшаны жақсы көріңіз. Алайда ақшаны ар-ұяттан, ұлттық мақсат мүддеден жоғары қоймаңыз. Жетпей таусылып қарызға батып қалған кезде ғана ақшаны ойламай, оны әрдайым байлық ретінде жақсы көріп, оның молаюына кәміл сеніңіз. Ақша жолы болмайтын, өзіне өзінің сенімі жоқ адамдардан қашады. Маған сондай жалақы, сондай ақша жетеді деп, ақшаға шектеу қойып, өзіңіздің табыс көзіңізді жауып тастамаңыз. Табысыңыз өз қажеттіліктеріңізден артылып жатса, қайырымдылық жасаңыз. Ақша қайырымдылықты жақсы көреді. Ендеше іске сәт достар, назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.